Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Не забудьте подписаться на мой канал. Бүгінгі сабақтың тақырыбы айналаны салыстыру. Айналаны, заттарды, адам мінездерін салыстырып айтуды үйренесіңдер. Сегодня вы научитесь сравнивать предметы, окружающий мир и характер людей. Алдымен мәтінді тыңдап, жүргізіп оқыңдар. Қарамен берілген сөздерге қарап, ереже құраңдар. Послушайте текст. Обратите внимание на выделенные слова. Это разговор между Жантөре и Жайна. Жантөре: Жайна, саған қандай жыл мезгілі көбірек ұнайды? Жайна: әрине көктем көбірек ұнайды. Жантөре: не себепті көктемді бәрінен артығырақ көресің? Жайна: өйткені көктем қысқа қарағанда жылырақ, ал жазға қарағанда салқынырақ. Жантөре: меніңше бәрінен күз мезгілі жақсырақ. Ыстық та емес, салқын да емес, бәрінен бұрын күзде бау-бақша піседі. Айнала сары алтындай болады. Тезірек күз болса екен. Вы обратили внимание на слова көбірек, больше, жылырақ, теплее, салқынырақ, прохладнее, жақсырақ, лучше, тезірек, поскорее. Олай болса, балалар, бүгін біз сіздермен сын есімнің салыстырмалы шырайы туралы айтамыз. Итак, сравнительная степень прилагательного обозначает, что какой-то признак проявляется в одном предмете в большей или меньшей степени, чем в другом, а образуется при помощи следующих суффиксов. Если прилагательное оканчивается на а, е, то добавляем суффиксы рак, рек. Посмотрите на экране. Жаңа рак, кіші рек. То есть слово жаңа обозначает новый. Жаңа рак новее. Кіші маленький, кішірек меньше. А в остальных случаях рак, рек. Например, салқын прохладно, салқынырақ прохладнее. Терең глубоко, тереңірек глубже. Если слово оканчивается на глухие п, к, х, при добавлении суффиксов рек, рак, рак, рек, п меняется на б, к меняется на г, х на г. Например, смотрите, көп, көбірек, көк, көгірек и так далее. Келесі тапсырманы орындайық. Сөздерге рак, рек, рак, рек қосымшаларының бірін жалға. То есть добавьте к словам одни из суффиксов рак, рек. Например, смотрите, менің суретім әдемі, мой рисунок красивый. Мы добавляем рек. Менің суретім әдемі рек. То есть мой рисунок красивее. Тамаша. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. А теперь проверьте себя. Келесі суреттерді салыстыр. Үш сөйлемнен құра. Итак, сравните картинки и составьте по 3 предложения. Күзге қарағанда көктемде күн жылырақ болады. Здесь қарағанда переводится по сравнению чем. Итак, дни весной теплее, чем осенью. Қалаға қарағанда ауылда қыс қаттырақ болады. Зима суровее в ауле, чем в городе. Жылқыға қарағанда есек жайырақ жүреді. Осел медленнее, чем лошадь. По этому образцу составьте по 3 предложения к каждому. Тамаша, балалар. Олай болса, өздеріңнің сөйлемдеріңді салыстырыңдар. Итак, сравните свои предложения. Проверьте себя. Мына сызбаға қарап, сөйлем құраңдар. По данной схеме составьте предложение. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя.
Үйге тапсырма. Жыл мезгілдерін салыстырып жаз. Напишите, сравнивая времена года. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.